Қадірлі көрермен, бүгінгі күн сәттілікке толы болсын дейміз. Біздің студиямызға кезекті мейманымыз келіп жайғасты. Олай болса таныс болыңыздар. Талғат Уали, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми өкілі. Талғат мырза, қайырлы таң, қош келіпсіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Қайырлы таң. Ләйла, Қонысбек, құрметті көрермендер. Тамаша. Көңіл күй тамаша. Керемет. Талғат мырза, енді елімізде азаматтар үйден шықпай-ақ ұялы байланыс телефон арқылы жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тіркеуге осындай тамаша мүмкіндік туып отыр екен. Осы жайында енді бізге кеңірек айта өтсеңіз. Ләйла, дұрыс айтасыз. Жалпы енді өздеріңізге түсінікті болу үшін айта кетейін. Негізінен орталық мемлекеттік органдардағы көрсетілетін қызмет түрлерін қарапайым азаматқа барынша қолжетімді етуді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тапсырған болатын. Осының шеңберінде барлық орталық органдар, оның қатарында біздің Әділет министрлігі де көрсетілетін қызмет түрлерін жеңіл, тез, түсінікті, қарапайым тәсілмен барлық азаматтарға ұсыну мақсатында Әділет министрлігі Digital Justice деп аталатын жобалар проектісін қолға алған болатын. Оның ішінде ондаған жоба бар. Ол негізінен осы Әділет министрлігінің бағыттары бойынша көрсетілетін қызметті барынша бюрократиясыз, қағаз бастылықсыз азаматтарға қолжетімді түрде ұсыну болып табылатын. Соның бірі жаңа сіз айтып отырған жауапкершілігі шектеулі серіктестікті ұялы телефон арқылы тіркеу. Яғни бұрын бұл үшін кез келген жаңағы субъект мемлекеттік органдарға барып, квазимемлекеттік органдарға барып, кезекте тұрып, қаншама құжат толтырып, оны бірнеше күн күтіп, содан кейін барып қана тіркелетін болса, қазір ұялы телефонда арнайы екінші деңгейлі банктердің арнайы приложение дейді, қосымшалары бар. Мысалы, қазір осы Береке банктың бизнес деп аталатын қосымшасы арқылы кез келген бизнес субъектісі өзінің биометриялық мәліметтерді, яғни бет әлпетін суретке түсіру арқылы өзінің барлық қажетті ақпараттарын енгізу арқылы статистика органдарына, салық органдарына, оның ішінде әділет органдарына өзінің жауапкершілігі шектеулі серіктестігін оп-оңай тіркей алады. Яғни бұның барлығы уақытты зая кетірмеу ғой, сарп етпеу, үнемдеу деген сияқты. Енді цифрландыруға байланысты Әділет министрлігі қандай жобаларды қолға алды және азаматтар, тұрғындар үшін қандай пайдасы бар? Жаңа инновациялық жобалар туралы айтсақ. Дұрыс айтасыз. Жуырда ғана Әділет министрі Азамат Есқараев Ақтөбе облысының тұрғындарымен кездескен болатын. Бұл біздің министрдің жалпы осы лауазымға келгелі бірінші халық алдында есеп беру кездесуі болды. Сол кезде де көпшіліктің назарына бұл жобалар ұсынылған болатын. Олардың мысалы ең негізгілерінің бірі жаңағы нотариат жобасы. Жаңағыдай бұрын нотариалдық қызметті біз нотариусқа барып, мысалы біреуге сенім хат алып беретін болсақ, нотариусқа барып барлық құжаттарымызды көрсетіп, сенім хатты алып, тек сол сенім хаттың негізінде ғана қандай да бір қызметті ала алатынбыз. Енді мысалы кез келген адам жаңағы ұялы телефон арқылы егов қосымшасына тіркеліп, өзінің қажетті мәліметтерін енгізіп, әзірге 3 түрлі нотариалдық қызмет ұсынылуда. Алдағы уақытта жалпы бұлардың қызметтердің сандарын көбейтілетін болады. Кез келген адамға сенім хатты жаңағы ұялы телефон арқылы толтыра сала аласыз. Үйден шығып нотариусқа барудың қажеті жоқ. Егер де өзіңізге бір қағаз түріндегі нұсқасы керек болатын болса, онда кез келген нотариусқа барып, сол жаңағы заңдастырған құжатыңызды шығарып алса болады. Осы сияқты жобалар өте көп. Жаңағы заңнама, заңнамалық консультация, одан кейін мысалы кеше ғана бізде іске қосылды. Осы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен бөлістік. 1414 нөмірі арқылы тегін заңнамалық консультация алуға болады. Бұл қызмет енді Әділет министрлігінде бұрында бар болған, бірақ ол қысқа кол орталығының нөмірі арқылы болса, енді 1414 қосымшасына біріктірілді. Ал енді азаматтардың қандай санаты заңнамалық тегін көмек ала алады? Дұрыс айтасыз. Жалпы заңнамалық тегін көмек бұрын тек мысалы кез келген азамат нотариустар арқылы, өзін адвокаттар арқылы, қорғаушылар арқылы, өзге де жаңағы заң қызметкерлері арқылы өзінің құқықтарын қорғайтын болса, қазір заң консультанттары деген
жаңағы қызметкерлер бар. 2022 жылғы енгізілген заңнамаға өзгерістерден кейін мына көп балалы отбасылар, аз қамтылған отбасылар, және де тұрмыстық зорлық зомбылық көрген отбасылар, толық емес отбасылар, бірінші екінші топтағы мүгедектер және де зейнеткерлер осы тегін заңнамалық көмек алуға алады қазір. Тамаша. Жылжымайтын мүлікке қатысты сұрақ, Талғат мырза, азаматтар осы халыққа қызмет көрсету орталықтарына бармай-ақ жылжымайтын мүлікті өз атына аудара ала ма? Иә, дұрыс айтасыз. Бұл да жаңағы Digital Justice жобалар шеңберінде жүзеге асырылып жатқан Әділет министрлігінің тағы бір бастамасы. Яғни бұрын қалай жаңағы госкорпорацияларға барамыз, құжат толтырамыз, ол бірнеше күн күтесіз, содан кейін арнайы форма келеді, формада сіз жылжымайтын мүлік сіздің немесе қажетті адамның атына аударылатын болатын. Қазір олай емес. Біріншіден осы бюрократиядан арылу мақсатында біз 2 жұмыс күнінен 2 сағатқа дейін бұл қызметтің түрін қысқарттық. Және де ешқандай халыққа қызмет көрсету орталығы немесе басқа да мемлекеттік органдарға бармастан ұялы телефон арқылы жаңағы қажетті мәліметтерді енгізе отырып жылжымайтын мүлікті аударуға болады, рәсімдеуге болады. Айтып отырсыз ғой, Digital Justice деп, осы бағдарлама шеңберінде тағы қандай мүмкіндіктерді пайдалануға болады? Қарастырылып жатыр қазіргі таңда. Енді қазір ол толығымен жүзеге асқан жоқ. Кейбір жобаларымыз, мысалы пилоттық жоба ретінде біз бірінші сынақтан өткізіп көреміз. Еліміздің белгілі бір аймақтарында халыққа қандай көмек қажет екендігін зерттеп, оны барынша қарапайым жасау үшін қандай жаңағы амалдар қарастыру керек, сол жағын қарастырамыз да, біз барлық жобаларда тек пилоттық тексерістен өткеннен кейін барып халыққа ұсынатын боламыз. Енді ол көп заңнама, жаңағы одан кейін мысалы мына заңгерлерге, мысалы ол енді қарапайым халыққа да негізінде пайдасы бар. Мысалы біз қазір бізде сот сараптама орталығы бар, сондағы мысалы кез келген іске байланысты қандай да бір қылмыстық іс тіркелген болса, онда бір арнайы сараптамалар жүргізіледі. Сол сараптамаларды да кез келген қорғаушы электронды түрде өзінің құжаттарын тіркеу арқылы сараптамадан өткізуді жеделдете алады. Енді ол әрине бір қарағанда бір заң қызметкерлеріне ғана, не болмаса қорғаушыларға ғана қажетті өзгеріс болып көрінуі мүмкін, бірақ ол қарапайым азаматтарға да тигізетін пайдасы көп. Себебі мысалы кез келген азаматтың құқығы қорғалу үшін уақытша қамау изоляторында отыруы мүмкін, сол сот сараптамасын күтіп отыруы мүмкін. Сол бұрында бірнеше күндік уақыт алатын болса, қазір бұның барлығы электронды цифрлы формат бойынша халыққа қолжетімді болып жатыр. Талғат Қанатұлы, енді адвокаттық нотариаттық қызметке қатысты көбіне шағым айтылып жатады. Кешегіде өңірге министр барған уақытта да осындай проблемалар айтылды. Көбіне қандай мәселелер қаузалады? Енді әр мәселені жеке қарау керек шығар бұл кезде. Енді көбінесе мысалы адвокаттарға қатысты сот жаңағы шағым көп болмайды, көбінесе сот орындаушыларына қатысты шағым болады. Көбінесе мысалы өзінің қызмет бабын асыра пайдаланды деп жатады, бірақ сот орындаушылар да, адвокаттар да өздерінің арнайы палаталары бар. Бұлар министрлікке тікелей бағынышты ұйым емес, өздерінің палаталары әр мәселені жеке қарастырып, кімнің қандай арыз шағымы бар, қандай конституциялық құқықтары бұзылды, соны қарастыру арқылы арнайы бір құқықтық баға береді. Сондықтан тек қана мына бағыт бойынша жағдай осылай деп кесіп айту қиын. Бір жыл уақыттан астам бұрын ашылған жаңағы әкімшілік әділет, әкімшілік соттың бүгінгі жемісі жетістігі қандай жұмыстың? Енді әкімшілік әділетте, әкімшілік сотта барынша осы халықтың қарапайым қызмет алу түрлерін, мемлекеттік органнан көрсетілетін қызметтерін қарапайымдауға қолжетімділік мақсатында ашылып отырған жобалар. Сондықтан енді оның бағасын халықтың бергені дұрыс шығар. Біз мысалы мемлекеттік орган ретінде өзіміздің құзыретімізге, өзіміздің шеңберімізге кіретін барлық қызметті тегін әрі қолжетімді көрсетіп отырмыз. Тамаша, Талғат мырза, арнайы уақыт тауып келгеніңіз үшін рахмет, және де Әділет министрлігінің ел азаматтары үшін енгізіп жатқан жаңа тетіктері, жеңілдіктері жайында егжей-тегжейлі ақпарат бергеніңіз үшін де шынайы алғысымызды білдіреміз. Көптен-көп рахмет. Табыс тілейміз. Қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір бір әсем ән тыңдасақ.